Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, ерекше болып пісетін творог қосылған бисквитный пирогты бірге әзірлейтін боламыз. Өте дәмді, арасы жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы менің рецептіммен сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең әуелі таза құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқаны саламыз. Үстіне қантымызды салып, қантымыз ерігенше миксердің көмегімен 2 есе масса болып ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің массамыз 2 есе ұлғаяды, міне әппақ болып. Енді осы аралықта үстіне бөлме температурасындағы айранды құямыз және сұйық майды құйып аламыз. Ванильный қант немесе ванилин қосып, тағы да миксердің көмегімен 1-2 минуттай араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхительді қосып аламыз, араластырып алып, илектен өткізіп, барлығын бірден қоса салмаймыз. Ұнның 2 немесе 3 бөлікке бөліп, осылай алдымен жай араластырып аламыз, шашырап кетпеу үшін. Содан соң миксердің көмегімен араластырып, сұйық массамызды дайындайтын боламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Және де достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тәттілердің, түрлі тағамдардың рецептісі бар. Менің каналымды тіркеліп, ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Мінекей достар, бізде осындай сұйық массамыз дайын болды. Енді осы сұйық массамызды алдын ала дайындап алған осылай формамызға құятын боламыз. Формамызды пергаментный бумаганы төсеп дайындап аламыз. Үстіне сұйық массамызды құйып, жақсылап қасықтың көмегімен тегістеп аламыз және бөлек алып қоятын боламыз. Енді начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге творог қажет болады, яғни сүзбе. Сүзбеге қантымызды салып аламыз және үстіне 1 жұмыртқаны саламыз және кукурузный крахмал қосып, блендердің көмегімен езіліп алатын боламыз. Ешқандай түйіршік қалмау үшін жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Біздің мінекей массамыз да дайын болды. Енді осы массаны творожный осындай кондитерлік мешокке салып аламыз. Сұйық массамызды бағанағы бисквитный массаның үстіне видеодағыдай осылай қиғаштап сызып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай қарап жасасаңыздар болады. Мінекей барлығын осындай үстіне кезек-кезек, алма-кезек осылай тегістеп шығатын боламыз. Ара-арасына қалауларыңыз бойынша жеміс-жидек салсаңыздар болады, немесе салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Мен малинаны пайдаландым. Енді осы аралықта пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутқа пирогымызды салып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз пісіп шықты, өте биік әрі әдемі болып пісіп шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Бұл пирогпен кез келген қонағыңызды ұялмай қарсы алатын боласыздар. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Бізге отбасымызға ұнады, сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса өз пікірлеріңізді қалдырып өтсеңіздер болады. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.